Қазақстандық шоу-бизнес жұлдызы Төреғали Төреәлі өнердегі досы Әбдіжаппар Әлқожаны туған күнімен құттықтап, оны жер көкке сыйғызбай мақтады. Әнші оның бойындағы асыл қасиеттер мен атқарған игі істерін тізіп шықты. Төреғали Төреәлі Әбдіжаппар Әлқожаны арналған жүрек жарды жазбасын Instagram парақшасында жариялаған. Өнер иесі досы екеуінің ұқсас тұстарын атап, оның шын мәнінде қандай адам екенін айтты. Айналамызда жақсы адамдар көп қой, біріне қарап бой түзейсің, біріне қарап ой түзейсің, ал кейбіріне қарап кәдімгідей уат аласың. Әбжик досым, құрдасым осы соңғы қатарды толықтыратын сияқты. Көп адамдар Әбдіжаппарды сахнада ғана позитивті көңіл күйді жүреді деп ойлауы мүмкін. Ол қателеседі. Бұл жігіт жылдың 4 мезгілі сияқты көңіл күйдің де 4 мезгілінде де жаздай жадырап жүреді. Үнемі біреулерді еркелетіп, біреулерге еркелеп жүреді, жанып тұрады. Қожа болса да қолы ашық, әзіл әрине. Жалпы Қожа ағайынның қазақ тарихынан алатын орнын ешкім жоққа шығармайды. Оны әрі-бері тарта беретін ештеңесі жоқ. Соны айтам деп басы дауға қалған кезі де жоқ емес. Осы досымның түрі де тілі де үні де кейде шығарып тұратын шуы да өзіме ұқсап қалған. Енді есейіп келе жатырмыз ғой. Алдағы қадамдарымыз даналық пен ізгілікке қарай болады деп сенеміз. Сіздер де сеніңіздерші. Әбжиктің руы Қожа болғанымен рухы таза қазақ. Әйтпесе екеуміз бірге шырқаған «Мен қазақтың баласы» деген ән хит болар ма еді? Мен Қожаның баласы деп тұрса не істейсің? Әзіл-әзілмен Әлқожа әулетінің ән ғұмырын абыроймен жалғап келе жатқан ақкөңіл, мәрт, адал, талантты досыма бақ, дәулет, қос дүниенің абыройын тілеймін. Қос дүниені бізден артық ойлайды өзі. Әйтпесе менің туған жерім Қызылорданың бір түкпіріндегі ауылына барып мешіт салып кете ме? Мен енді осыған ерегіскенде Шымкенттің бір ауылынан мешіт салып кетем-ау. Шіркін қалжың болса да орындалса екен осындай арманым. Мешіт салу да әрбір адамға нәсіп бола бермейді. Жафа досым, қай жасқа болса да ақ жүзді, абыройлы болып жет. Біз сені жақсы көреміз. Бал ғұмырың біз ұстап тұрған балмұздақтай тәтті болсын. Бірақ ызғарлы болмасын, аман бол. Бір күн кешікті деп айып етпе. Мынадай тілекті бір ғасырда күтуге болады ғой, деп жазды ол.